Аштық құрбаны. Әй, басыңды көтересің бе деп Шырынкүл Қайрақбайды оятты. Не айтайын деп едің? Манағыны қайтеміз? Қайрақбай жауап бермей, басын салбыратып отыра берді. Сен жасай берме. Құдайдың салған ісіне көну керек. Көре біле өлеміз бе, қырыламыз ба? Сен бата алмасаң, мен ақ айтып көрейін. Қайрақбай біраз уақыттан барып, мейлің деді. Қалқам Дәмеш, ау апа, басыңды көтер. Біз сорлы болдық қой. Біз өлуге қалып отырмыз. Біз енді қайтпекпіз. Қайтейін апа. Қолымнан келетін іс болса, басымды құрбан қылсам да, сендерді құтқарып алар едім. Бірақ қайтейін. Дәмеш көзінің жасына булығып, сөзінің артын бітірмей тоқтады. Қалқам Дәмеш, ау апа, сен білесің бе? Бізге өлімнен құтылатын бір жол табылып отыр ғой. Апатай, айтшы, қолдан келетін іс болса, құтылып бағайын. Тым болмаса, өзіміз құтыла алмасақ та, таңсықты құтқарайық. Оны істесек, бәріміз де өлімнен құтыламыз. Айтшы апа, айтшы. Шырынкүл біраз күрмеліп отырды да сөзін бастады. Қалқам, өткен жайдың несін айтайын? Өзің де білесің. Сені жастай күйеуге беріп қойып едік. Былтыр күйеуің өлді. Әмеңгерім деп қайнаған қатын үстіне алғысы келеді. Мен де, әкең де төбе шашымыз тік тұрып, сені айырып алуға жан салдық. Айналдырған 4-5 қараны сыпырып байдан алған қалың малын төлеуін бердік. Нақ ол күнде сені айырып алудан басқа біздің ойымызға еш нәрсе келмеді. Біздің бар тілегіміз сені өз теңіңе қосып қызығыңды көру еді. Бірақ Құдай онымызды қос көрмеген екен. Біз тұңғиық жарға кез болып отырмыз ғой. Бұдан шығудың амалын қарастырмасақ, бәріміздің де өлгеніміз. Бәріміз өлмей, біріміз ғана өлек десек, ортамыздан сені құрбан қылғалы отырмыз. Сені сатқалы отырмыз дейді. Апатай, мен шынымен пұл болам ба? Мен пұл болып, әжеттеріңе жарасам, сендерді өлімнен алып қалатын болсам, 1000 жаным болса да қидым менен садаға дейді. Рас айтасың ба, қалқам? Рас айтам, апа, мен құрбандыққа әзір. Ендеше сені Тілеумағамбет тоқалдыққа сұрап отыр. Мал бермейім дейді. Үй ішімізді қыстан асырап қана шығады екен. Дәмештің жүрегі мұздай болып, тұла бойы қалтырап, дірілдеп қоя берді. Тілеумағамбет 60-қа келген шал. Бай, 2 баласының еншісі басқа. 2 қатыны бар еді. Тоқалы биыл жазда өліп қалды. Апырау, өлейінде отыр, қызды қайтеді екен. Өзі өлгенше қатын үстіне болса да, балаларының біріне неге әпермейді екен? Болса да, сатылатын болған соң, тым болмаса бір жас жігіттің душар болмаған қарашы. Дәмеш отырған күйі қалшиып қатып қалды. Еңіреп жылағысы келіп, тығылса да, анасын ренжітіп қалама деп, қысылып тістеніп, үнін шығармады. Көзден шұбырған ыстық жас үн-түнсіз бетін бояп қойнына құйылып жатыр. Төр алдында жатқан мейман тіленші ыңырсыды. Түс көрді ме, сандырақтап сөйледі. Өй қатын, наның күйіп барады. Табадағы нанды ал, маған бір үзіп берші дейді. Нан үшін жұрт не қылмай жатыр. Шұбырып кетіп жатыр. Жүрегі үзіліп аштан қырылып жатыр. Әке шешесі үшін құрбандыққа аттап
дәмеш сияқты қыздар құнсыз бәсекеге сатылып жатыр. Әй аштықтың қиын замандары-ай! Қалқам дәмеш деп шырынкүл даусы қалтырап шықты. Ау апа, әлгіні қайтесің? Көндім апа, көндім. Сендер үшін жас нәресте таңсық үшін бір түгіл 1000 басын болса да қидым. Мен құрбан, мен аштықтың құрбаны. Жалғасы келесі бөлімде. Каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар.